Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі бағдарламада біз қызыкеш монетасына мастернода жасауды үйренетін боламыз. Бүгінгі жоспар бойынша негізгі мынау 3 қадамды жасауымыз керек. Бірінші, әмиянда кепілге қойылатын монетаға транзакция жасау, екінші, мастерноданы орнату VPS-те, және үшінші, әмияннан мастерноданы іске қосу. Бірінші қадам бойынша мына жерде әрбір бірінші бізге кепілге қою үшін әмиянды алдымен ашып алуымыз керек. Менде қызыкеш монетасының әмияны. Сіздер осының мастернода жасардың алдында кем дегенде 1000 монета, тура 1000 емес, 1000-нан кішкене асатындай монета сатып алып, өзіңіздің әмияныңызға аударып қоюыңыз керек. Сол келген монеталардың ішінен тура 1000 монетаны бөліп алып, бөлек транзакциямен жүргізіп қою керек. Біз соны қарастыратын боламыз. Менде қызыкеш әмияны ашылды. Мынау біздің келесі қадамымыз әмиянда файл мәзірін басып, одан адреса получения пунктын таңдаңыз дейді. Файл мәзірі, ода адреса получения. Мына жерде қарастырып кетсек, осы әмиянда қазір іске қосылған 3 адрес тұр. Біз мастернода жасау үшін жаңа адрес жасаған, құрған дұрыс. Ол үшін ары қарай біздің қысқаша инструкция дейді. Инструкциямыз бойынша новый кнопкасын басуымыз керек. Мына жерге метка деген жерге, осы біздің жаңадан құрылғалы жатқан адресімізге қысқаша бір ат беруіміз керек. Мастернода болғандықтан mn1 деп қоя салайын. Сонан кейін окей батырмасын басу керек. Бізде жаңадан адрес құрылды. Келесі қадамымыз окейді бастық. Адресті буферге көшіріп алыңыз дейді. Ол үшін оң жақ батырманы басып, копировать адрес командасын таңдау керек. Адресіне оң жақ кнопка, батырма, яғни копировать адрес. Келесі қадамымыз әмиян панелінен отправить батырмасын басыңыз. Мынау панель, осы жерден отправить батырмасын басамыз. Получатель өрісіне оң жақ батырманы басу арқылы бағана көшірген адресті қояйық. Мына жерде ағылшынша шықты, fast немесе осы жерде вставить деген. Сол кезде мына жерге адрес қойылады. Мына метка деген жерде сол дұрыс адрес қойылса, соның аты жазылады. Біз бағана mn1 деп қойғанбыз. Келесі қадам, количество өрісіне 1000 санын жазыңыз. Мына жерге 1000 санын жазамыз. Вычесть комиссию ештеңе қоймайсыз. Осылай 1000 санын жазамызда отправить кнопкасын батырмасын басамыз. Отправить. Менде сіздерде де осылай болуы мүмкін. Егер сіз әмиянға құпия сөз енгізген болсаңыз, менде де құпия сөз енгізілген. Сол үшін отправить басқан кезде құпия сөзді сұрайды. Соны енгізу керек. Сонан кейін окей басу керек. Жерден тағы да қосымша сұрайды. Сіз жібергіңіз келе ме деп, соны мақұлдайсыз ба деген сияқты. Yes кнопкасын басамыз. Транзакция жасалды. Оны мына транзакция деген батырманы басу арқылы көруге болады.
міне біздегі соңғы транзакция. Басып ашып көрсек, міне 1000 монета жіберілді. Әзірше ешқандай басқа желі мүшелерінен оны қолдау әлі көрген жоқ. Қолдау дейді, немесе бұлай айтқанда мақұлдау дейді. Кем дегенде 15 желі мүшесі осы сіздің транзакцияңызды мақұлдағаннан кейін ол транзакция мастернодаға қосыла алады кепіл ретінде. Осылай әзірше қалдырамыз. Келесі біздің қадамымыз ол VPS-те мастерноданы орнату. Әзірше төмен қарай түсіріп қояйын. VPS-те мастерноданы орнатуға көшсек, бұл егер сізде бұрын сервер болмаса, онда өзіңізге сондай сервер сататын сайтта тіркелуіңіз керек, және өзіңізге сервер сатып алуыңыз керек. Ондай қызмет көрсететін сайттар өте көп. Солардың ішінде мен мысал ретінде мына сайтты аламын. Осы жерде қазір тіркеліп, сол жерден сервер сатып алып көреміз. Браузерді ашып, мына адресті осы жерге қоямын. Бұндай сайт ашылады. Бізде әлі тіркелмегендіктен логин деген басасыз. Егер мына жерде әлі жоқ болса, бар болса, өзіңіздің бар адресіңізді және құпиясы өзіңіз енгізесіз. Ал жоқ болса, мына регистр деген сілтемеге басу керек. Регистр. Мына жерде орысша немесе қазақша версиясы жоқ. Тек қана осы ағылшын формасында толтыруға тура келеді. Адресім мына жерде Қазақстан +7 болу керек. Алфавит бойынша жүріп отырады. Қазақстан. Ары қарай телефон номері. Компания аты, адресін, олардың бәрі міндетті емес. Мына жерге өзіңіз осы серверге кіру үшін құпия сөзіңіз. Төменде мынау капчаны енгіземіз. Шарттармен келісім және регистр ең. Тұрманы басамыз. Адресті міндетті түрде толтыр дейді. Жарайды, Алматы деп қоя салайық. Тағы не? Мына жерде тек қана Американың штаттары, енді біздің облыстар жоқ. Біреуін қоя салайық. Коды кетті. Міне біздің атымызға сайт ашылды, тіркелдік. Енді осы жерден сервер сатып ала беруімізге болады. Ол
үшін мына жерде тіл бар. Егер ыңғайлы болса өздеріңізге русский, орыс тілін таңдауға болады, немесе ағылшын тілінде де көре беруге болады. Осында услуги, заказать новую услугу. Мына жерде көптеген нелер, VPS-тер бар. Бізге керек мына VPS деген жазулар бар. Қызмет түрлері. Мына жерде қарап отырсақ, бағалар мыналардың енді қымбаттау болып келеді. Ең арзан VPS-тер бұл жерде, мына жерде KVM VPS Special 2018. Осыны қарасақ болады. Бұл жерде мысалға мына $19 бір жылға, яғни 12 айға. Немесе мынандай КЗКшке өте үлкен көлем қажет емес, 512-де жеткілікті болады. Бірақ мынау екеуінің арасында баға онша көп айырмашылығы жоқ. Енді әрине өздеріңіз шешесіздер. Мен мынадан көрі $15-тан көрі $19 алған дұрыс деп ойлаймын. Мына жерде тағы бір сервер, қандай сервер бұл? Қытай тілінде, Қытайға арналған шықты ма? Қытайларға арналған бөлек тариф бар екен. Оны көрсек те болады. Жарайды, көрейік. Болмай жатса, содан кейін басқа ананы қайттан ала саламыз. Қытайға арналған 2018 VPS. Заказать. Оформление серверу. Мына жерге өзіңіздің сервердің атын жазыңыз дейді. Ашин жазасы сақ болады. Бұл ашин өзіңіз жаза саласыз. Бұл міндетті түрде сондай бар болу міндетті емес сайттың. Мына жерде operation system деген қандай операциондық жүйені қою керек. Мына жерде осы тізімнен Ubuntu 16.4.64 биттік таңдау керек. Содан кейін орналасуы Лос-Анджелес тек бір-ақ жерде екен. Басқа мына ештеңе қоюдың қажеті жоқ. Енді осымен ары қарай далее дейміз. Төлеу. Мына жерде промокод егер бар болса, соны көрсетсе болады. Скидка бізде жоқ. Ары қарай применить емес, оформить. Адресті көрсетеді. Мына жерде төлеу. PayPal жүйесін пайдаланып, немесе кредиттік карта, яғни банк картасы. Мен банк картасын таңдаймын. Мына жерге ознакомился, завершить заказ. Мына жерден бізді қазір басқа төлем шлюзіне жібереді. Сол жерден банк картасының номерін, барлық мәліметтерді енгізіп, содан кейін мына Pay түймешесін басу керек. Қазірше оны сіздерге көрсетпеу үшін паузалайды. Пауза жоқ. Жарайды. Менде қандай еді? Қай
Картада қай карта? Алдыңғы терезеде мен карта номерін, карта номерін, датасын және CVV кодты енгіздім. Содан кейін осындай терезе шығады. Енді әр банктың картасына байланысты менікі бұрынғы Казкоммерцбанк болғандықтан сол банктың қосымша былай мәліметтер енгізу терезесі шығады менде. Сонымен мына сервердің статусы бірден активті жағдайға ауыса қоймауы мүмкін. Кейде 3 сағатқа дейін, мүмкін 1 күнге дейін уақыт кетеді. Сол үшін бұны осы тіркегенге дейінгі тіркеп сатып алғанды бірінші күні жасап, сонан кейін асықпай қалғанын екінші күні жасаса да болады. Сіздерге дайын болған кезде поштадан хат келеді сол сервистен. Міне маған хат келді. Бұл жерде жаңағы орнатылған сервердің IP адресі, root пайдаланушы және оның паролі келді. Сонымен қатар басқару панелі деген болады. Сол жерден серверлеріңізді қайта жүктеуге, өшіруге, қосуға, басқа да жағдайларын көруге болады басқару панелінен. Мына жерде менде ашылған, мысалы мына басқару панелі. Мендегі сервер дайын тұр. IP адресі. Менедж батырмасын басу арқылы ішіне кірсек, оның қазір онлайнда екенін көреміз. Егер өшіру керек болса, мысалы shutdown кнопкасын қайта жүктеу, қосып қайта өшіру керек болса, reboot. Немесе егер өшіп қалған болса сервер, онда мына boot арқылы қосуға болады. Бұның бәрі жаңа басқару панелі арқылы жасалады. Енді бізде сервер дайын. Біздің жоспар бойынша келесі қадамымыз, сервер дайын болған кезде енді сол серверге мастерноданы орнату қажет. Ол үшін екінші қадам, 2-де-1 қадам, яғни putty қосымшасын жүктеу. Интернеттен іздесеңіздер болады. putty.org сайтында осы мына жерде download here басып, осы жерде өздеріңіздің операциондық жүйеңізге қатысты керек версиясын жүктеп алсаңыз болады. Жүктеп алып, сонан кейін орнату керек. Жүктеп алып орнатқаннан кейін сіздерде мысалы менде putty қалташасы пайда болу керек, және соның ішінде putty қосу керек. Мына жерде менің алдыңғы қосылған серверлерім. Қазір осы тізімге біз жаңа серверді қосамыз. 2-де-2 қадам бойынша сервер туралы мәліметтерді енгізу керек. Putty'ді қостым. Сол жерде new session командасын таңдаңыз дейді. New session, мына жерде new session'ды бірден ашылады, жаңа басқан кезде. Енді осы терезеде мына hostname деген жерге біздің сервердің IP адресін және мына root пайдаланушының атын жазу керек. Жоғары жаққа root, айқұлақ,
Сонан кейін IP адресті енгіземіз. Мына жерге түсініктірек болу үшін, мысалы, менің осы сервердің атын жазып қойсам болады. Менде my VPS деп. Сонан кейін мынау save батырмасын басып арқылы. Мынау менің тізімде сол сервер пайда болады. Міне. Келесі жолы ашқан кезде, мысалы, путтиді жауып тастасам, келесі жолы серверге қосылу керек болса, бірден мені путтиді басамын да, мына тізімнен myVPS тауып алып, load, сонан кейін мына open кнопкасын бассам, батырмасын ашылады. Мына жерде, осы терезеде біздің нұсқаулығымыз бойынша 2-де 3-ші қадам, жаңа путтиді қостым, тізімнен мынау терезе ашылды. Мына жерде нұсқаулық негізінен мынау неге арналған? P-агентке арналған, өйткені P-агент әрқашанда мына сіздерде астында тұрады. Мына путтиді емес, мысалы, путтиде, біз мына путтиді бастық қой. Мына P-агент деген бар, ол үнемі сізде мінерде астында тұрады. Сол арқылы қосу үшін жасалған нұсқаулық. Үнемі мына жерден путтиді ашып жүрмеу үшін мынау астында тұрады. Сол арқылы қосқан кезде серверге қосылу үшін путтиге тышқанның оң батырмасын басып, save session, серверге қосылу. Мына жерге оң батырмасын басам, save session, тізімнен myVPS таңдаймын. Мына жерге мен пароль, жаңа құпия сөзімді өзгерткенмін. Құпия сөзді енгіздім, міне серверге қосылдым. Серверге қосылғаннан кейін, енді ары қарай сол кізі кэшті орнататын өзінің командалары бар. Мысалы, бірінші команда. Белгілеп алдым. Первый. Мынау Linux операциондық жүйесінде буфердегі жаңа жадыдағы текст қою үшін тек оң кнопка, тышқанның оң батырмасын басады. Сол кезде буферде не бар, сол осы жерге қойылады. Мен қазір оң батырмасын бастым. Enter басасыздар. Орындалды. Курсор мынау командалық жолға қайтарғанда тор көзге мынау орындалып бітті деген сөз. Енді келесі екінші команданы орындаймыз. Бұл да орындалды. Келесі үшінші команда. Енді соңғы төртінші команда. Бұл ұзақ орындалады. Біз әзірше бұл орындалып жатыр. Әмиянды қосып, әмиянды ашып дайындай берсек болады. Біз алдында кепіл транзакциясын жасағанбыз. Кепілге қойылатын монетаны. Бізде нұсқаулық бойынша қазір мына команда орындалып жатыр. Бұл орындалып жатқан күтпей. Әзірше мынау үшінші қадамның алғашқы үшеуін орындай беруге болады. Әмиянды қосып, мына жерде шықты.
осындай терезе шықса, тек қана әшейін enter батырмасын басасыздар. Мына жерде де тек ештеңе таңдамайсыздар, enter басасыздар. Өзі ары қарай орындалып жалғаса береді. Бұл осы мынау boot hosting серверінің өзінің нелер, кейбір қосымша сұрақтары, сервер орнатуға бұл бір-ақ рет пайда болады, кейін сұрамайды. Алғаш жаңадан сервер орнатылғандықтан сол осындай сұрақтар қойылады. Әмиян қосылды. Бізде 3/1 қадам бойынша әмиянға кепіл транзакцияның 15 мақұлдану алғанын тексереміз. Оны қалай тексерсек болады? Мына жерде транзакция деген батырманы басамыз. Осы жерден біздің транзакциямыз мынау отправлено себе деген тұрған. Осыған 2 рет бассақ, шыққанда міне жіберілген монета саны 1000. Қарасақ, мынау статус деген жерде 557 мақұлдану алды. Яғни ол 15-тен көп. Біздің транзакциямыз кепілге қойылатын дайын деген сөз. Келесі қадамымыз 3/2 кепіл транзакция туралы ақпарат алу. Ол үшін әмияннан инструментал, консоль, отладки командаларын таңдаймыз. Инструменты, консоль, отладки. Сізде осындай терезе пайда болады. Мына жерде команда енгізуге болады. Осы жерге мына команданы енгізу керек. Содан кейін enter батырмасын басасыз. Сонда мынандай ақпарат шығады. Осы ақпаратты көшіріп аламыз. Және мына өзіңіздің текстік редакторға көшіріп қоямыз. Осы ақпарат кейін бізге келесі қадамда керек болады. Әзірше жүріп жатыр. Әмияннан инструменты, открыть файл, настроек мастернод. Бұны әзірше жасай алмаймыз, өйткені бізге мынау 2/4 қадам әлі толық біткен жоқ. Бізде сервер дайын емес. Мынандай шығып тұратын болса, әшейін тек қана enterді басып тұрасыз, өзі ары қарай жалғаса береді. Орындалған күту керек. Әзірше не тағы жеріне жасаса болады. Мынаны жасасақ болады. Мысалы 3/4 қадам настройки параметры командасын таңдап, сол жерден показывать вкладку с мастернодами белгілеу керек. Настройки, параметры, кошелек, показывать вкладку с мастернодами. Жерде жазады, әмиянды өшіріп қайта қосу керек. Сол кезде мына жерде мастерноды батырмасы пайда болу керек. Мастерноды батырмасы пайда болды. Осы жерде бізде әлі 1/1 мастернода қосылмаған. Сервер орнатып жүріп жатыр әлі VPS-ті. Мастерноданы әмиянды қояды, барлық скрипттерін орындайды бұл жерде де. Жерде ешқандай
біз кеше сатып алған серверіміз. Қытай пайдаланушыларына арналған серверді сатып алдық. Басқалар қарағанда ол арзан болды, естеріңізде болса. Мынандай VPS-тер болды, бірақ бұлардың ең арзан өзі мысалы $15 болды. $15-ға біз 512 мегабайт жады және жылдам жады және 10 гигабайтты қатқыл дискімен алатын едік. Ал біз одан гөрі мына жаңа Қытайдың несіне қараған кезде арзанырақ, мысалы $11-ға оперативтік біз мынаны алдық. $11.88-ға оперативтік жады 2 есе көп, 1 гигабайт, және қатқыл дискісі 2 есе көп сервер сатып алдық. Мына жерде қандай? Бұл жерде де сол екен. Қытайша жазып қойған, мына жерге неге Қытайға өздерінше басқаша баға қойып қойыпты, арзанырақ. Мына жердегі болмаса, ішіндегі сервердің оның айырмашылығы жоқ. Қытайға арналған ба, жоқ әлде басқа мемлекетке арналған ба? Солардың пайдаланушылары оқиды, солар түсінеді деп соларға арнап жасаған болу керек. Біздің серверіміз, мастернодамыздың орындалуы аяқталып келеді. Әмиянды біз өшіріп қайттан қостық. Сол қайтадан қосқанда мына жерде 3/3 әмиянда открыть файл настроек мастернод деген қадам бар. Открыть файл настроек мастернода. Осы жерге біз бағанағы өзіміздің сервер туралы ақпарат енгізуіміз керек. Біздің сервердің мына жерде мысал ретінде көрсеткен. Бірінші MN мастерноданың өзіне бір қысқаша ат, ешқандай пробел, қосымша спец символдар көрсетпеу керек. MN1 деп қоя салдым мен. Содан кейін VPS-тің жаңа серверіміздің адресі. Ол менде поштада келген хатта бар. Осыны көшіріп алсам болады. Содан кейін порт өзі қала береді. Келесі мастерноданың кілт сөзі, оны қазір мастернода біткен кезде аламыз. 3 нүкте қойып кетейін. Содан кейін бір орын қалдырып, келесі біздің кепілге қойылатын транзакцияның құпия сөзі мен нөмірі. Мынаны көшіру керек. Мұнда қоямыз. Содан кейін мынау комиссияның нөмірі дейді. Енді қалғаны мына жерге мастернода біткенде соның құпия сөзін алуымыз керек. Міне бітті. Біздің нұсқаулығымыз бойынша біз мына жердеміз. Мына команда бітті. Соңғы терезе орындалып болғанда мастернодан іске қосуға арналған ақпарат шығады. Ол бізде мынау ақпарат. Осыны біз мынау өзіміздің текстік редакторымызға көшіріп алған дұрыс. Жазып тұр, copy and keep information. Ол үшін мынаны былай
белгілеп аламыз. Тышқанның оң жақ түймешесін басамыз. Сонан кейін мына жерде текстік редакторда мына жерге қоя салайық, осының астыңғы жағына. Бізге мастернодаға мынау текстік файлға қажет ақпарат жаңа мынау еді. Мынаны біз өзіміз қолдан жаздық. Немесе мына жерден былайынан белгілеп алып бірден көшіріп қоя салуға да болады. Мына жерден басталатын қажетті ақпарат. Файлды сақтаймыз. Сонан кейін жауып қойсақ та болады. Мына жердегі мастернодамыз бітті. Мастернода біткеннен кейін орнатылған мастерноданың жағдайын тексеруге болады. Ол үшін мынау терезеден алдымен KZCache пайдаланушысына көшу керек. SU KZCache. Мына жерде мына root-тың орнына KZCache деп жаздық. Сонан кейін осы жердегі орындалатын скрипттердің каталогына, яғни қалташасына көшеміз. Содан кейін мынау 3 команда 1, 2, 3-і соны кезек-кезек орындап көрсек болады. Бірінші команда ол блокчейн туралы осындағы жүктелген қазір ақпаратты көрсетеді. Ақпарат. Мына жерде мынау blocks деген санды қарасақ, осы әлі толық жүктеліп болған жоқ. Оны салыстырып көруге болады. Мысалы бізде Амианда толық жүктелген. Мына жерде мынандай синхронизация завершена деп тұр. Инструменты консоль отладки Е. Мынаның тек қана мынау командасын енгізсек, қарап отырсаңыз, мынаған ұқсас ақпаратты мына жерден де алуға болады, дұрыс па? Мынау тура мынаған ұқсайды. Осы жерде қарасақ, blocks 251.282 болу керек. Ал мына жерде бізде әлі тек қана 59.000 ғана. Әлі біткен жоқ синхронизация. Сонымен қатар мына жерде синхронизацияның жағдайын тексеруге болады. Лес команда бассақ, мына жерде көрсетеді. Is blockchain synced false деп тұр. Яғни әлі синхронизация біткен жоқ. Синхронизация толық біткен кезде мынау false-тардың барлығы is synced, мынау false болады, is synced true'ге және blockchain synced true'ге ауысу керек. Қазір әлі біткен жоқ. Және үшінші команда мастернода егер қосылып тұрған болса, соны жағдайын көрсетеді. Бұл команда бізге айтады, әлі мастернода қосылмаған, активтендірілмеген дейді. Біз мынау жаңа ақпарат енгіздік, бірақ ол әлі пайда болған жоқ. Мына тізімнен одан пайда болу үшін мынаны өшіріп, тағы да әмиенді қайтып қосу керек. Синхронизация жүріп жатыр әзірше. Мынау алдыңғы енгізілген команданы мына жерде қайттан орындау үшін жоғары, стрелка жоғары немесе клавиатурадан терсек, алдыңғы командаларды көрсетеді. Соны таңдап керегін, бізге керегі мысалы мынау Enter батырмасын бассақ көрсетеді. 150.000 болды.
355 мың бұл. Осылай. Жақындап қалды. Мына жерде мастер ноды батырмасын бассақ, міне біздің қосылғалы жатқан мастер нодамыздың ақпараты пайда болды. Осы жерден қазір қосқан, мынау біткеннен кейін осыны қоссақ, мынау статус өзгеру керек. Активно дегенге қанша уақыт жұмыс істеп тұр, соны көрсетеді. Әзірше синхронизация біткен жоқ. Синхронизация біткенін күту керек. Синхронизация біткен сияқты. Мына жердегі сандар өзгермейді. Бағаны мынау командамен тексереміз. msync status is blockchain synced true. Блокчейнмен бітті деген сөз. Енді мыналарды орындағаннан кейін өзгереді деп ойлаймын. Енді бізге мастер ноданы қоса берсек болады. Әмиянға көшеміз. Нұсқаулық бойынша біз қай жердеміз қазір? Мынаның бәрін орындап қойдық. Синхронизация біткенін күттік. Мастер ноды бастырмасын басамыз. Тізімнен мастер нода тұрған жолды белгілеп, запуск по имени бастырмасын басамыз. Мастер ноды, мынау біздің мастер нодамыз. Мына жерде оң түймешемен запуск по имени десе болады. Сұрайды, қосқыңыз келе ме деп иә дейміз. Мына жерден осы әмиянның құпия сөзін сұрайды. Сәтті қосылды дейді. Алғашында статусы pre-enabled болады. Сонан кейін біраз уақыттан кейін, шамамен 40 минутта осы статус enabledке көшу керек. Және мынау активно деген бағанда уақыт жүре бастау керек. Мына VPS-тен де статусын тексерсе болады. Бағана біздің командамыз мастер нод статус бассақ, бұл жерде де әлі өзгермеді. Қалай мынау қосылады, сол кезде мына жерде де өзгереді, мына жерде де өзгеру керек. Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Алдыңғы бағдарламаның жалғасы. Арамызда өткен соңғы рет мастер ноданы орнатқаннан кейін 2 күн, шамамен 2 күн 18 сағат 44 минут өтіпті. Бізде алдыңғы бағдарламамызда мастер ноданы орнатқанбыз, ол pre-enabled статусында болған. Сонан кейін 40 минуттан кейін ол enabledке ауысты. Мына жерден көрсек enabled. Және мынау активно деген бағанда мастер ноданың жұмыс істеген уақыты үнемі есептеліп көбейіп отырады. Және VPS-тен мастер нодамыздың енді статусын тексеруімізге болады. Ол үшін мына командалармен не істеріңізде болса, алдымен kzcash пайдаланушысына көшеміз. Сонан кейін kzcash home kzcash қалташасына ауысамыз. Сол жерден қалташа немесе қапшық дейді. Сол жерден мына команданы енгіземіз. kzcash CLI master node status. Осы жерден қарасақ, мына жерде статус master node successful started. Яғни сәтті жұмыс істеп тұр деген сөз. Енді әмияннан біз мына master node дегенді қарадық. Осы жерде бізде транзакция деген бар. Осы транзакция деген батырманы бассақ, бізге барлық жүргізілген осы әмияндағы транзакциялар көрінеді. Мынау ең алғашқы біздің мастер ноданы 1000 монетаны кепілге болған транзакциямыз. Содан кейін мынау біздің бірінші табысымыз, мынау екінші түсім, бірінші түсім, екінші түсім, үш түсім.
сонда 2 күн 18 сағаттың ішінде бізге 3 рет түсім түсіпті. Бұлай есептеп көрсек, мұны бірінші түсім 21 сағат 37 минутта, екінші түсім бірінші деңгейін 23 сағат 8 минутта, және үшінші түсім 20 сағат 20 минутта түседі екен. Шамамен орташа есеппен тәулігіне бір рет түсім түсіп отырады. Осылай сіздің қаржыларыңыз, осы жерде монетаңыз көбейіп отырады. Назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Осымен бағдарламамыз аяқталады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, Telegram желісінде мынау адрес арқылы осы каналға қосылуыңызға болады. Мынау немесе мына екі каналдың біреуінде өздеріңіздің сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Қош, сау болыңыздар. Амандықта кездесейік.